Қоғамдық көлік адамдардың қала ішіндегі қозғалысының ең тиімді және ең әділ түрі. Әлем бойынша урбанистер осындай қорытындыға келді. Сонымен қатар көптеген экономистер зерттеулерінде сапалы қоғамдық көліктің қолжетімді болуы кедейліктен шығудың тез амалдарының бірі екенін түсіндіреді. Нәтижесінде бұл тақырыпқа назар аударып, қоғамдық көліктердің сапасын жақсарту үшін шаралар қабылданды. Мысалы, қоғамдық көліктер жолында кедергілерді болдырмау үшін оларға арнайы жолақтарды бөліп берді. Қазақстанда да кеш болса да қоғамдық көліктердің маңыздылығын түсінді. 2013 жылы Алматыда автобус жолақтарын эксперименттік түрде енгізді. Ал 2015 жылы Астана мен Алматыда алғашқы жолақтар іске қосылды. Бірақ біздің қоғамдық көліктердің қандай кемшіліктері бар? Бірге қарастырып көрейік. Автобус жолақтарының негізгі мақсаты автобусты кептелістерден өткізіп, жол уақытын қысқарту. Автобустардың жүру жүйесін жақсартып, тұрғындардың қала ішінде қозғалысын жеңілдету үшін ойластырылған. Нақтылай айтсақ, автобус жолақтарының мынандай артықшылықтары бар. Қоғамдық көліктің өз бағыты бойынша кедергісіз, басқа көліктерден бөлек еркін қозғалуына көмектеседі. Автобус басқа көліктермен бірге кептелісте тұрмайды. Соның арқасында автобустың жолаушылары да жолға көп уақыт кетірмейді. Қалада автобус жолақтарының болуы және жүйенің дұрыс орындалуы автобустардың жүру кестесін сақтайды. Тіпті олардың жүру жиілігі өседі. Арнайы жолақтармен өз уақытлы жүріп тұратын автобустарда орташа жолаушылар саны сақталып тұрады. Яғни аялдамада адамдар ұзақ күтіп тұрмай, өзіне керек уақытта тұрақты келіп тұратын автобусқа отырады. Ал автобус кешіккен сайын аялдамада күтіп тұрған жолаушылар да көбейеді. Ақыры кешіп келген автобусқа бір топ адам кіріп, автобус іші лық болып кетеді. Автобус жолақтарының екі типі бар. Бірінші БРТ, бас Rapid Transit, жылдам автобус көлігі. Бұндай жүйе бойынша автобус жолақтары бүкіл қала арқылы өтеді. Және жолақтар жолдың екі жақ шетінен емес, жолдың ортасынан өтеді. Бұл жүйені қалада енгізу жалпы көліктердің қозғалу жүйесіне бірталай өзгерістер алып келеді. Сондықтан бұл автобус жолақтарын біртіндеп бақылай отырып енгізген жөн. Екінші тип бойынша автобус жолақтарын автобус бағытындағы жүктемесі көп бөлігінде енгізеді. Автобус жолақтарының ұзындығы бірнеше метр ғана болуы мүмкін. Бұндай автобус жолақтарын енгізу қаланың көлік жүйесіне үлкен өзгерістер алып келмейді. Шығыны да аз. Қазақстандағы автобус жолақтары негізінен осы екінші типке жатады. Ал БРТ типі Алматыда Тимирязев, Мустафин, Жандосов және Сүлейменов көшелерінде ғана бар. Біздің көшелерде автобус жолақтарының пайда болуы автобустардың жүруіне пайдасын тигізді, бірақ әлі де кемшіліктері бар. Олар жайлы Urban Forum Қазақстан қоғамдық қорының сарапшысы Диас Маратұлы айтып берді. Жалпы Қазақстан қалаларында соңғы жылдары пайда болып жатқан автобус жолақтарына өте қуаныштымын, және шынымен автобус жолақтары өте арзан және өте аз уақытта қоғамдық көлікке нағыз приоритет бере алатын шешім. Алайда қазіргі кезде автобус жолақтарының көптеген проблемалары бар. Оның бастысы осы автобус жолақтарын жасауға деген қала әкімдігінің философиясы. Қазір өкінішке орай автобус жолақтардың басты функциясын, яғни қоғамдық көлікті, оның пассажирларын кептеліссіз А нүктесінен Б нүктесіне жеткізу мақсатты ойламайды. Ал бірінші кезекте қазіргі бар автокөліктерге көп қиыншылық жасамауды ойлап отыр. Сол себептен, егер біз нағыз автобус жолақтарын жасағымыз келсек, ол кезде біз басқа автокөліктерге түсетін зиянын ойламай, ал осы автобустарға деген артықшылықтарды ойлау керекпіз. Ол үшін не істеу керек? Бірінші кезекте автобус жолақтарды бізде орын бар көшелерде емес, сұраныс бар жерлерде салу керек. Яғни кептелісі ең көп адам жүретін ең көп көшелерде көбірек автобус жолақтарды салу керекпіз. Ол үшін егер жеке көліктерге қатты зиян келтірсек те, басты мақсатымыз осы автобустарға деген приоритетті ұмытпау керекпіз. Автобус жолақтарын бөлетін сызықтар бойында арнайы үзік сызықтар бар. Мұндай үзік сызықтар бар жерде жеке көліктер автобус жолақтарына кіріп, қиылыстарда бұрыла алады. Бұлай бұрылу автобустардың жүрісіне кедергі тудырады. Бірінші кезекте біздің қалаларымыздың көбінде, Алматы қаласындағы БРТ желісінен басқа барлық жерде автобус жолақтары көшелердің оң жағында орналасқан. Алайда бәр көшеде де, көше қиылысуында да көліктерге оңға бұрылу керек. Және тіпті жеке аулаларға да, ықшам аудандарға да бәр жерде оңға бұрылу керек болады. Қазір жеке көліктің бәрі сол оңға бұрылу үшін осы автобус жолақтарына оған кедергі жасап, оңға кіріп отыр. Сондай-ақ көше бойында тұрақтар да автобус жолақтарының оң жағында орналасқан. Тұрақ мәселелерінде шешу керек. Автобус жолақтары орналасқан көшелерде автобус жолағын қиып өтетін автотұрақтар болмау керек. Не болмаса олардың орналасуы автобус жолағымен ауыстырылып, керісінше орналасу керек. Себебі қазіргі кезде тіпті біздің ақылы көлік тұрақтары дұрыс істемейтін қаламызда жеке көліктер тұрақты іздеуге көп уақыт
құртады. Кейде көлік жүргізушілері ережені бұзып, автобустың жолағына кіріп кетіп, автобустарға кедергі жасайды. Сондай-ақ қазір навигаторлар оларға жолақтарды бақылайтын камералар барын ескертеді. Ал камералар жоқ жерде жүргізушілер автобус жолақтарына еркін өтіп, жауапкершілікке тартылмайды. Бұндай жағдайды болдырмау үшін жолақтар арасына жай ғана сызықпен емес, арнайы бөгеттермен бөлу керек. Сонымен қоса, кейбір үлкен жолдарда автобус жолақтарын физикалық барьермен бөлуге болады. Мысалы, Алматыда ондай Барахолка базарының жанында және Алтын Орда базарының жанында іске асырылған. Немесе Лондондағы автобус жолақтарын үлгіге алып, оларды қызыл түске бояуға болады. Бірден көзге түсетін қызыл түс автобус жолақтарын анық көрсетеді, және де ол жолақтарға басқа көліктер кіре алмайтынын айқын білдіреді. Сондай-ақ бұрылыстан кейінгі жолақтар көліктер автобус жолақтарынан өз жолағына біртіндеп өте алатындай бөлінген. Біздің автобус жолақтары жүйесінде автобустар мен басқа көліктер бір-біріне кедергі жасамау үшін кейбір ережелерді өзгертіп көруге болады. Бірінші кезекте жеке көліктерге оңға бұрылу үшін автобусқа арналған жолаққа кірмей, оны кесіп өтуге мүмкіндік жасау керек. Көше қиылыстарында арнайы светофорлар орнатып, автобустарға оңға бұрылатын жеке көліктерден бұрын өтетін мүмкіндік беру керек. Немесе автобус жолақтарын толығымен БРТ типіне ауыстыруға болады. БРТ жүйесі бойынша жеке көліктер мен автобустар бір-бірінің қозғалысына кедергі жасамайды. Көліктер бұрылыс пен тұраққа тұру кезінде автобустың жолына өтпейді. Автобус жолақтары арқылы тек белгілі бір уақытта, мысалы түнде ғана жүруге рұқсат етіледі. БРТ жолақтарын қала қозғалысына енгізу өзгерістер мен ұзақ уақытты талап етеді. Дегенмен бұл көліктердің, әсіресе автобустардың кедергісіз тез жүруіне ең жақсы амалдардың бірі. Бұндай жүйе Америка, Канада, Қытай, Үндістан, Франция, Ұлыбритания және тағы басқа елдерде қолданылады. Біздегі Алматыдағы бар БРТ желісін біз ешқашан ұмытпау керекпіз. Бұл бәрін өте күшті көрсеткен мысал болып келді. Біз бәріміз осы Тимирязев көшесінде БРТ желісі істегеннен кейін қаншалықты автобустар тезірек, ыңғайлырақ жүретінін көріп отырмыз. Сонымен қоса, жалпы келешекте пассажирлардың саны өскеннен кейін осындай БРТ желілерін ары дамытуға да мүмкіндіктер қалып отыр. Мысалы, сол жерге рельс алып, ол жақта трамвай желісін жүргізуге де болады. Және ол ыңғайлырақ және оңайырақ болып келеді. Әрине, жеке көліктер мен такси автобусқа қарағанда жайлы шығар. Бірақ автобустар жеке көлікке қарағанда әлде қайда көп адам санын тасымалдайды. Сол себепті жол жүйесінде артықшылықтар көпшіліктің жағында, демек автобустарда болған жөн. Жалпы әр адам күнде өз жұмысына болсын, оқуына болсын, керек жеріне барған кезде әрқашан 3 параметрға қарап көлік түрін таңдайды. Біріншіден ол жылдамдық, екіншіден ол бағасы және комфорт. Осы 3 параметрға қарап, әр адам күн сайын қандай көлік түрін таңдауын шешімін қабылдайды. Егер біз мысалы комфорт жағынан автобустарды ешқашанда жеке көліктен ыңғайлырақ жасай алмасақ, бірақ біз автобустарға жақсы бағамен және жақсы жылдамдық бере аламыз. Қазіргі кездегідей адамдар асыққанда жеке көлікті не таксиді таңдамай, автобустарды таңдайтын болады. Жақсы ұйымдастырылған қоғамдық көлік бізге барлық жағынан ұтыс алып келеді. Қала трафигінің жүйесі бір ыңғайланады. Автобус жолаушылары, тіпті жеке көлік иелері де жол қозғалысының жеңілдегенін байқайды. Сондықтан қаланың қоғамдық көлік мәселесіне тиісті назар аударып, көліктер арасында оралдың деңгейін көтеру керек.